Мен Әзімхан Нұрхан Асқарлы, Әлия Молдағұлов атындағы жалпы орта мектебінің 5-ші А сынып оқушысымын. Менің бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы туған жеріме арналады. Ақсу марым, жабағылы жаным. Алатау мен Қаратаудың түйіскен тұсында орналасқан туған жерім, жабағылы ауылым. Кешегі ата-бабамның құтты мекені. Сөзімнің кіріспесінде туған ауылым туралы тарихи деректерге тоқталайын. Жабағылы ауылы 1805 жылы құрылған. Ауылымыздың жабағылы болуы туралы халық арасында әртүрлі аңыздар сақталған. Жабағы тайдың ағыны қатты өзенде ағып бара жатқан көрінісіне орай ауылымыз жабағылы атанған деседі. Тарих қойнауында тамыры тереңде жатқан туған өлкенің тарихын білу өзімнің азаматтық қасиетті борышым. Оны жадымда сақтау перзенттік міндетім деп білемін. Каспий теңізінен Жоңғар Алатауының жотасына дейінгі табиғат кереметтерін сөйлеткенде, Алатаудың баурайында орналасқан жабағылы ауылымды неге айтпасқа? Қазақтың маңдайында біткен қайталанбас кереметтер осы өлкеде табылмай ма? Әрине табылады. Туған ауылым, жабағылым, Түлкібастың жерұйығы десем де қателеспеймін. Ауылымыздың табиғатын, байлығын қорғау, сақтау мақсатында құрылған Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығы соған дәлел. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік қорығы еліміздегі ең алғашқы құрылған қорық. Қорықтың жалпы аумағы 85.754 гектарды құрайды. Елімізде сирек кездесетін, жоғалып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктердің бай қазынасы. Ал келесі қорығымыздың кереметтеріне жекелей тоқталып өтер болсақ, қорығымызда табиғи ескерткіштер, үңгірлер, тастан қашалып салынған суреттер бар. Табиғаты көз сүріндері бірнеше сүрлеу бар. Әр сүрлеу өз кереметтілігімен ерекшеленеді. Солардың бірі Қасқабұлақ шыңы. Қасқабұлақ шыңында 2000-нан астам тасқа қашалып салынған суреттер бар. Жартастарда маралдар, таутекелер, аңдар мен құстардың, түйелер мен аңшының суреттері бейнеленіп қашалған. Бұл суреттер әлемдегі ең жоғарғы табиғат галереясы іспетті. Ал келесі үлкен Қайыңды аңғарының Қызөлген көлінің табиғат кереметтілігінде жатыр. Өз сүйгеніне қосылмаған бойжеткен осы суға құлап мерт болған деседі. Көлдің сыртқы бейнесі қызға ұқсайды. Жерден 60 метр биіктікте орналасқан жерде шатқал бар. Шатқалдың сол жақ беткейінде бірнеше тоғызмалақ тақта тасы бар. Бұл ежелгі ата-бабамыздың тоғызмалақ ойынын қызға ойнағанын білдіреді. Ал келесі қорығымыздың ең басты кереметтерінің бірі грек Кауфман қызғалдақтары. Жылына бір-ақ рет, небәрі 10-15 күн ғана гүлдейтін бұл қызғалдақтар көктем келіп, тіршілік жаңарған тұста бүкіл алқапты қызыл кілемге орандырады. Ал келесі кіші Қайыңды аңғарының ерекшелігінде жатыр. Ежелгі ата-бабамыздың қонысы болып келе жатқан бұл жер өзінің тарихи кереметтілігімен ерекшеленеді. Тау бөктерінің барлығы арша ағаштарымен көмкерілген, әсемділігіне көз тоймайды. Гүлдердің көптеген түрі, құстардың үні, шатқалдар мен құздар табиғат әсемділігін көрсетіп тұрғандай. Осындай аршалы орманда бір сай бойын ақ қайыңдар бойлай өскен. Құстар ақ қайыңның дәнін осы жерде тастағаннан пайда болған деседі. Сахра баққан судың астына көк құс ұя салады. Сахрамадан көк құстың ұшып шыққанын көп адам көре білмейді. Ілеуде бірі көре қалса, ол жанды бақытты етеді деген діни сенім бар. Ақсу құс шатқалы. Ақсу құс шатқалының сыртында ыстық жел болса, ішінде салқын, таза ауа, жел тұрмайды. Ауа райы Испанияға ұқсас болады. Сондықтан да айтады екен, Ақсуда өмір сүрсең қартаймайсың деп. Ақсу-Жабағылы өзендері. Еліміздегі ең басты өзендер Ақсу және Жабағылы өзендері. Ең ұзын өзен Ақсу өзені. Ақсу өзені мамыр айларында көгілдір түс болса, ал жаз айларында түсі сүтке ұқсас болады. Сондықтан да атын Ақсу деп қойған деседі. Туған ауылым, Жабағылым, Тәңірімнің бізге берген сыйы деп қабылдап, келешек ұрпаққа аманат ету біздің бүгінгі ұрпақтың борышы деп білемін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.